Tіпті ата-аналар мен балалар ақша мәселесінде бөтен. Жоғарыда ар-ұжданы бар адамдар болса, төменгі тату-тәтті өмір сүреді. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Егер сіз ұлыңызды жақсы көрсеңіз, оны сапарға жіберіңіз. Кеткен адам күннен күнге бөтен болып барады. Ақымақ адамның да таланты болуы мүмкін. Ыстық өтті, көлеңке де ұмытылды. Күштінікі дұрыс болған жерде құқық күшсіз. Ата-ана жұмыс істейді, балалары өмірдің қызығын көреді, немерелері қайыршы. Генералды өлтіргің келсе, алдымен оның атын өлтір. Ақымақтық қай жерде басым болса, онда ақыл жасырынуға мәжбүр болады. Көріпкел өз тағдырын білмейді. Биік ағаштарды жел сындыру ықтималы жоғары. Тіпті жақын достардың арасында қашықтық болуы керек. Жаман адам қатесін ақтауға тырысады. Жақсы адам оны түзетуге тырысады. Ұрыға да үйрену үшін 10 жыл керек. Білім бұл бәрін ұмытқаннан кейін қалғаны. Адам бойындағы жақсылық пен жамандық қоршаған ортаға байланысты. 40-та ақымақ болған ақылды болмайды. Кім өтірік айтса, ол ұрлық та жасайды. Кім асығыс болса, ол шебер болмайды. Кім тым ақылды болса, оның достары болмайды. Күндіз туған бала әкеге, түнде туған бала анаға ұқсайды. 3 күн қайыр сұраса, ол ешқашан оны тастай алмайды. Ата-ана өз балаларын, балалары ата-анасын жақсы көргеннен де артық жақсы көреді. Жаман иесі шөп өсіреді, жақсы күріш өсіреді, ақылды топырақ өңдейді, көреген жұмысшыны тәрбиелейді. Иілмесең, түзелмейсің. Ауыз біздің дертімізге де, бақытсыздықтарымызға да себепкер. Тәрбиесі шыққан тегінен гөрі маңыздырақ. Дұшпан әлсіз болып көрінсе, оны менсінбе. Егер ол күшті болып көрінсе, жаудан қорықпа. Жеңіс қарсыласынан жарты сағат артық шыдағанға тиеді. Тіпті мықтыдан да асып түсетін табылады. Жылқының төзімділігі жолда білінеді. Адамның мінезі уақыт өте келе. Жауынгерлер жауға қарызға берілмейді. Ата-ана махаббатын түсіну үшін өз балаларыңызды өсіру керек. Көріпкел өз тағдырын білмейді.
Сіз біреуді қарғасаңыз, өзіңіз 2 шұңқырға түсесіз. 50 қадам басып, 100 қадам басқанға күлме. Жақсының артынан жаман, жаманның артынан жақсы келеді. Ақша ата-ана мен баланы да жанжалдастырады. Гүлденгеннің бәрі сөзсіз қурап қалады. Ашуланды, істі бүлдірді. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Жаңа жұмысшының еңбекқорлығы 20 күнге ғана жетеді. Ағаштарды ата-бабалар отырғызып, саясын ұрпақтары пайдаланады. Егер сатушының мақтауы шебер болса, тауар нашар. Егер сіз балшықты ұрсаңыз, одан сізге де шашырайды. Қайғы бар жерде қуаныш бар. Көп нәрсені қалау, ештеңені қаламау. Шебер қолдардан да су ағады. Уақыт адамды күтпейді.